Все. Аса құрметті президент мырза, қадірлі елбасы, қымбатты Нұрсұлтан Әбішұлы. Мен Тұңғышбай Жаманқұлов, өзіңіз жақсы білетін Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Қазақ өнеріне қал қадерінше қызмет етіп жүрген бауырларыңыздың бірімін. Менің сізге осы видео арқылы сұхбат жүргізуіме, арнау сөз айтуыма себеп болып отырған бір мәселе болып тұр. Ол мәдениет министрі Арыстанбек ініміздің менің төбеме төндіріп отқан қара бұлттары жайында. Өзіңіз білесіз, мен сіздің 2 жыл бұрынғы қабылдауыңызда болғанда Арыстанмен екеуміздің арамыздағы қарым-қатынас жайында сұрағаныңызда мен сіздің кадрыңыз болғандықтан, министрлікті жұмысын енді бастап жатқандықтан артық ауыз ештеңе айтпап едім. Өйткені ол елдің қадірі, сіздің қадіріңіз, сіздің абыройыңызға байланысты болған соң, жұмысын жаңа бастаған соң, бұл жұмыста өте қадірлі, жауапты қызмет істейтін шығар деген ойда болдым. Әрине, басқа жұмыстарының бәрі жақсы болып жатқан шығар. Бірақ менің төңірегімдегі болып жатқан ыңғайсыз жағдайларды сіздің құлағыңызға шалдырып, есіңізге салғанды жөн көріп отырмын. Мені 1 жылдан асты Арыстанбек Мұхамедиұлы менің барлық жұмыстарымның алдында тосқауыл қойып, түсіріле бастаған кинома шектеу жасап, мемлекеттің бөлген ақшасын бізге жіберттірмей, әртүрлі сылтауларды айтып тоқтатып, ақыры ол ақшаның 90-нан астам процентін қазақ елі сериалына аударып жіберді. Бұл мәселе жөнінде маған өзі ертерек айтса, бұл фильмге керек болып жатыр десе, мен ешқандай да қарсылық білдірмес едім. Өйткені бұл еліміздің абыройы үшін түсіріліп жатқан дүние. Бірақ күнде ертең тағы біраздан кейін қосамын, ақша жіберемін, бастайсыздар деген сылтауратып, соза келіп, ақыраяқ осындай болды. Кейіндері біздің төңірегіміздегі 20 шақты адам жұмыс істеп жүрген, 1 жылда айлықсыз қалып, аса қиын жағдайда жүрген кезде, сол фильмнің режиссері, Феникс фильмнің режиссері және сценарийдің авторы Талғат Жәнібеков деген бауырымыз ашуменен, жастықпенен байқамай теледидардан ауыр сөз айтып қойды. Мен оның өзін айтып, әрине, ұятқа қалдырдың, ұят болды деп айтқан болатын. Кейінірек түсініскендей болып еді, бірақ оны бәрібір сотқа беріп, ақыры жөнін жығылдырып тынды. Енді сол кездерде аяқ астынан шыға келген біздің өнер академиясының бір студентінің видео обращениясы, видео айтқан сөзінен айғай-шу басталып кеткенін жұрт біледі. Мен өзім 7 қарындастың ағасы болғандықтан, өзімнің де қызым болғандықтан, бұл қызғы бала жылап жатыр, көздің жасы порадай болып жатыр деп, осыған қысым жасалып жатыр деген сөздер айтылған соң, бір журналистпін деп келген қызға бұл өсекті естіп едік, мұндай өсектің болған рас еді деп, видео интервью беріп қойып едім. Ол кінәмді мойындаймын. Бірақ мен кейін Арыстанмен қаншана түсініспек болып, алдына барып сөйлескен кездердің бәрінде мақұл деп аяқ жағында менің сөзімді құптамай, ісімді оңға бастырмай қойды. Кейін қасастықпенен қастық жасап, менің басқарып отырған Қазақстан театр қайраткерлер одағын ыдыратып, оның Алматыдағы театрларының директорлеріне қоқан-лоққы жасатып, одақтан шығыңдар деген әңгіме жүргізіп, осындай ыңғайсыз жағдай жасады. Бірақ Алматы театрларының 6 театр болғанмен, еліміздегі өңірлердегі 48 театрдың актерлары, қызметшілерінің бәрі менің жағымда, мен бұл одақты қалай көтергенімді біледі.
Сондықтан маған деген олардың ықыласы ерекше. Бұл сіздің арқаңызда маған келген абырой атақ деп есептеймін. Мен әрбір айтқан сөзімде, жүрген жүрістарымда елімізге ешқандай нұқсан келтіретін сөз айтқан емеспін. Сізге деген менің ерекше ықыласымды ылғи да алдыма сөзімді айтып жүремін. Сіздің елімізге сіңірген еңбегіңізді ылғи да аспандатып жүремін. Қазір біз өте бір қазақ халқы, қазақ мемлекеті, жер дүниеге мәшһүр болған, үлкен мемлекет болған мақтанышпен айтып жүремін. Мен ешқандай да саяси топтарға, босқа да бір өсек әңгімеге араласқан емеспін. Ешқандай хаттарға, қолдауларға қол қойған емеспін. Тек сіздің ғана саясатыңызды қолдап, сіздің қасыңызда жүруді армандап жүрген өнер адамым. Бірақ кейінгі кезде Арыстанбек Мұхамедиұлы өзінің мүмкіндіктерін пайдаланып, қазір сол фильмдегі бүкіл жаратылған, бір жылдың астам жаратылған қаржыны шаштыңдар деп, желге шаштыңдар деп, босқа кінә тағып, нақақтан кінә тағып, бір емес 10 шақты рет тексеріп тұрып, ақыр аяғында бас прокурорға арыз жазып, енді біздің астаналық қаржы полициясына тексертіп жатыр. Міне 10 шақты күн болды, қаржы полициясының ең бір қатал тергеушілері келіп, менің төңірегімдегі адамдарды бопсалап, зорлап, болмаған нәрсені болды деуге дейін жеткізіп, қатты қинап жатыр. Екі әйел адамды отырғызып 3 күннен бері оларды сындыруға, болмаған нәрсені болды деп айтуға зорлап жатыр. Бұл ыңғайсыз жағдай болып отырған, мен сізге айтуға тура келіп отыр. Енді осы кеше ғана 26 қазан күні мені Әуезов театрының директоры, менің бұрынғы шәкіртім Ерлан Біләлмен бірге өзінің министрліктегі Қазақ әуендері деп аталатын акционерлік қоғамның президенті Асхат Маемиров екеуі мені Арыстанбек шақырып жатыр, сөйлескісі келеді, мәмілеге келгісі келеді деген ойменен Астанаға алып барды кеше. Содан түске дейін, түсте ұшып барып, содан кешке дейін күтіп отырып, кешкі сағат 7:30-8-дерде кафе Стар деген ресторанда кездесіп, 1 сағаттай әңгімелестік. Мен сол жерде өзімнің жіберген кішкентай қателігімді, әлгі қызды қолдап, ұят болған екен деген сөзім үшін кешірім сұрадым. Бірақ оны ол қабылдамай, мен ол жерде түсіністікке емес, мәмілеге емес, маған қоқондық жасау үшін және менің немді пайдаланып, әлгі қызды тауып алып, керісінше ақпар берсін, ол болған шаруа емес, мен қателестік жаздым деген сияқты видео көрініс жасатуды маған күштеп, зорлап тапсырды. Мен айттым, айналайын, мен ол қызды білмеуші едім, көрмегенмін, басқа курста оқыған қыз, мен оны қайдан табамын, оны мен тыңдаймау, өйткені мен оны ұйымдастырмасам, қалай болады деген сөзіме көнбей, мен сені құртамын, аналардың бәрі, сенің адамдарың бәрі мойнына алып, сенің саған артып жатыр кінәні, ертең сотталасың, 6 жылға отырасың, әйелің бала-шағаң қаңғырып қалады деген сияқты қоқан-лоққылар жасады. Осының бәріне мен жасым үлкендікпен бетбақтанбай, сөзге келмей, өзімді өзім ұстап, түсіністікпен тыныш отырдым. Бірақ әлгіндей сөздерден кейін маған енді сен ана қызды ұйымдастырған сенсің, оны жазған сен, жаздырған сен деген нақақ маған күйе жақты. Сөйтіп, мені енді сен саясат жағына кеттің, сен оппозиционерге де қосылып жатырсың деген сияқты менің жаным түршігетін нәрселер айтты. Мен тіпті тілден қалып, өте қиын жағдайда отырдым. Содан осындай сөздерді айтып, мен саған 2 күн мұрсат беремін, осы 2 күнде жаңағы тапсырманы орындамасаң, қызды тауып, теледидар арқылы айтқан сөзінің бәріне қарсы шығып, олай айтуым дұрыс емес деген сияқты жадырмасаң, онда сенің басыңа да осындай күн туады деп мені қатты қорқытып, бопсалап, осындай жағдайға жеткізді аға. Мен сізден Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, және өзіңіз менің өнерімді жақсы көретін ініңіз ретінде, маған қорған болуыңызды, азаматтық қорған болуыңызды және араша түсуіңізді сұраймын. Өйткені
менің осынша жылдардан бері бүкіл жинаған абырой атағым, халықтың маған деген кереметтей үлкен сүйіспеншілігінің бәрінен айырылып, ұятқа қалайын деп отырмын. Бұл жерде әрине менің ешқандай жазығым жоқтығын баса айтқым келеді. Мүмкіндігіңіз болса, мені қабылдап, көзбе-көз сөйлессеңіз деп едім. Алдын ала 2-3 рет хат жазып, осы жайында сізге араша сұраған хаттарын жіберіп едім. Бірақ оның бәрі сізге жетпеген көрінеді. Өкінішке орай, енді сізге осы видеолық сұхбатымды жеткізбекпін. Араша болыңыз, аға. Өтінемін сізден. Біздің жазығымыз жоқ, тек қана жақсы кино түсірейік, Қазақстанның абыройын көтерейік, Қазақстан космонавтикасының абыройын көтеріп, үлкен дүниежүзілік деңгейдегі жағдайға жеткізейік деген ізгі үмітімнің аяқ асты болғанына қапалы болып отырмын. Мен Арыстанбекті бұлай онша жау көрмеймін. Істеп атқан жұмыстары бар шығар. Бірақ арамызға қандай қарамыстықтың жүріп кеткенін, не себеп болғанын түсіне алмай далмын. Оның өзіңіз білесіз. Мені онша ұнатыңдырмайтын қазіргі тұлғалы азаматтарды маған қарсы қойып, жаңағы Ал театрдың директорымен қоса Асанәлі ағамызды маған қарсы қойып, сөз сөйлетіп, менің сыртынан ғайбат сөз айтқызып, осындай нәрсеге барып жүр. Бұл әрине біздің екеумізді де жақсылықтыққа келтірмейді. Бұл алдымен біздің елімізге сын болады, мәдениетімізге, өнерімізге сын болады. Түптеп келгенде аға, сіздің абыройыңызға, сіздің атағыңызға ыңғайсыз жағдайға қалдырғаным үшін қалдырып қалама деген ойменен қатты қапа болып отырмын. Маған көмектесіңіз аға, екеумізге араша түсіңіз, қорған болыңыз сұраймын. Өтініп сұраймын. Ініңіз Тұңғышбай Жаманқұлов. Болды.